Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгінгі тақырыбымды миомаға арнағым келіп отыр. Миома деген ең бастысы маткаға жатырда өсетін ісік. Ол ісіктің түрлері болады. Миоманың 3 түрі болады. Ол субсерозный деп атаймыз, ол жатырдың сыртқы жағына өседі. Интерстициальный миома деген болады, ол жатыр етінің арасына өседі. Үшіншісі субмукозный деген миома болады, ол жатырдың ішіне өседі. Мынау субсерозный жатырдың сыртына өсетіні, интерстициальный жатырдың етіне өсетіні, көбінесе орысша айтқанда благоприятный дейміз ғой, шылыйда қауіпті емес. Егерде оған уақытылы қарап тұрса, уақытылы диагностика жасалынып тұрса, УЗИге уақытысында барып тұрса, уақытылы рассасывающий терапия, антибиотикотерапия дейміз, соларды алып тұрса. Көтеруге көбінесе миоманың ішіндегі субмукозный миома деген жатырдың ішіне шығатын миома біраз көңіл бөлуді қажет етеді. Енді ол кез келіншекке миома қойылғаннан кейін оның мөлшеріне байланысты, ол жерде қандай миома екеніне байланысты ары қарай ем-дом болады. Ол үшін уақытысында УЗИге түсіп тұру керек болады. УЗИ ғана соның өсіп өспегенін айтады. Егерде ол өспейтін миома болатын болса, онда оны кейбір миомаларды 4 айда бір рет УЗИге түсіріп тұрып, салыстырмалы түрде қарап тұру керек. Кейбір миомаларды 6 айда УЗИге түсіп салыстырып тұру керек. Егерде өсіп жатқан миома болса, оны әрине ота жасап, операция жасап алуға тура келеді. Ал өспейтін миома болса, ол үшін 6 ай сайын, кем дегенде 6 ай сайын гинекологқа көрініп, анализдерді тапсырып, воспалительный процестің анализдерін, инфекцияның анализін тапсырып, УЗИге түсіп, отырып, ары қарай жалғастыра беруге болады. Миоманың неден пайда болғанын ешкім әлі зерттеп тапқан емес. Дәрігерлер, гинекологтар көбінесе инфекцияға жүгінеміз. Біріншіден сол үшін шығып тұрған инфекциясын, воспалениясын емдеп, рассасывающий терапия жасап, физиолечение жасайтын жерлер бар. Қаупі бітіп, репродуктивный период проходит деп айтамыз ғой, туатын уақыттан өткеннен кейінгі үлкен апайларымызда миома болып жатса, оны да әрине УЗИге түсіп, анализдерін тапсырып, қарап тұрған жөн болады. Себебі климактерический период дейміз, климакс жақындаған кезде көп миомалар обратный рост, кері қарай ол кішірейеді. Соны да айтып кеткім келеді. Толық ақпарат, бір сұрақтарым бар десеңіздер, осы төмендегі номерге хабарласуларыңызға болады.